Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз ерлерге арналған осындай 50-52 размерге келетін кардиган тоқып үйренеміз. Бұл кардиганды егер де сіз басқа түстен тоқсаңыз, ашық түстен тоқсаңыз, әйел адамға да келеді деп ойлаймын. Мынау узоры, алынған узоры әйелдерге де, ерлерге де келе беретін узор. Кардиганның ені 64 сантиметр. Ұзындығы 70 сантиметр болады. Қолының ұзындығы 45 сантиметр. Мен бұл сабақта қолдың ұзындығын 50 сантиметр деп айтылды. 50 сантиметр менде ұзын болып кетті де, мен қайтадан 5 сантиметр қысқарттым, яғни 45 сантиметр қып тоқыдым. Енді сіздер өз қол ұзындықтарыңызға байланысты тоқисыздар. Сол кардиганның алды замокпен. Кардиганның барлығы тоқып біткеннен кейін бізге тігін машинасы керек болады, мына замокты тігу үшін. Егер де сіздерде тігін машинасы жоқ болса, кез келген тігін ательесіне барып тігіп алуларыңызға болады. Бұл кардиганды тоқу үшін екі түрлі спицы керек. Номер 4 размерлі спицы және барлық кардиганды 4,5 номерлі спицымен тоқимыз. 4 размерлі спицымен резинкаларын тоқимыз. Қалған кардиганның өзін 4,5 номерлі спицымен тоқылады. Кардиган міне капюшонымен тоқылады. Сабақ барысында полностью капюшон қалай тоқылады, түгелі барлығы айтылады. Кардиган тоқып болғаннан кейін обязательно жуамыз. Ручная стирка шерстиға или полоскание или отжимға қойып, тек қана 400 оборотпен ғана 400 оборот сыққанға ғана қоясыздар. Одан артық қойға болмайды. Кардиганды Усолана Gold 800 жібімен тоқыдым. Қара түсінен 4 қабаттап, барлығы 10 моток жіп кетеді. 2 моток жіптен 4 қабат жіпті қалай шығаратынымды көрсетейін. Бір мотоктан бір жіпті аламда, екінші мотоктан 3 қабат шығарам. Ол үшін бүйтіп ұстап тұрамыз. Мына жақтан жіпті аламыз да, былай созамыз. Міне, сонда 3 қабат жіп шығады. Бүйтіп ұзарта бересіздер, тартып. Жібіңіз біткен кезде қайтадан мына жерден бүйтіп жіпті шығарып аласыздар да, қайтадан бүйтіп соза бересіздер. Номер 4 размерлі спицымен 4 қабат жіппен 61 петля тереміз. Екі, үш. Осылай 61 петля теріп шығамыз. Алпыс бір петляны теріп болдым. Енді бір теріс резинка тоқимыз. Бір теріс резинка.
Келесі екінші қатарда біздің оң бетіміз осы жақ болады. Бірінші кромочныйды тоқымай іліп аламыз. Терісті теріс тоқимыз. Ал оңды тоқымай іліп аламыз. Терісті теріс тоқимыз. Оңды тоқымай іліп аламыз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңғы петляны үнемі теріс тоқимыз. Үшінші қатар. Үшінші қатарда бірінші кромочныйды тоқымай іліп аламыз. Оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Оң, теріс. Оң, теріс. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Келесі қатарда дәл жәнегідей оң беті, яғни оң бетінде оңды іліп аламыз, терісті теріс. Оңды іліп аламыз, тоқымай, терісті теріс тоқимыз. Осылай біз мына сияқты әдемі резинка шығады сонда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 осындай өрілген болғанша тоқимыз. Міне мен өзімнің резинкамды тоқып біттім. Енді бір жақ полочкасын тоқып қойдым. Мынау мойын ойындысы, мынау иығы. Мына жерге замок түседі. Мынау бір жақ полочкасы. Так. Біз қазір мысалы мынау осылай тұрады, екі полочкасы. Мынау оң жақ полочкасы, енді біз сол жақ полочкасын тоқимыз. Біз қазір тоқыған кезде мына жақтан бастап тоқимыз. Узор осылай кетеді. Қазір номер 4,5 номерлі спицаны аламыз. Енді бірінші кромочная. Кромочная тоқымай іліп аламыз. Енді 13 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 теріс. Енді 6 оң. Яғни 6 оң. 3-3-тен перекрещение жасаймыз. 6 оң тоқыламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 13 теріс. 13 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, келесі. Мына жерде тағы да 2 теріс бар. 2 теріс. 2 теріс. 2 теріс. Енді 6 оң. 1, 2, 3, 4, 5, 6 оң. Тағы да 2 теріс. 2 теріс.
және тағы да 13 теріс. 13 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Енді мына жерде 3 10. 3 10. 1, 2, 3. И последний 2 теріс болады. 1 теріс, 2 теріс. Келесі қатар петлялар бізге қалай қарап тұр, солай тоқып шығамыз. Оңды оң, терісті теріс. Терісті теріс. Оңды оң. Аяғына дейін петлялар қалай қарап тұр, солай тоқып шығамыз. Біз 2 қатар тоқып шықтық. Енді 3-ші, 4-ші қатарларда да петлялар қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Оң болса оң, теріс болса теріс. 4 қатар тоқып болдым. Енді бірінші кромочныйды алам. 13 терісімді тоқып алам. 13 теріс. Теріс. 6 оңға келдім. 6 оңды енді перекрещение жасаймыз. Яғни мына 3 оңды алып аламыз. Яғни 3 оңды аламыз. Және мына 3 оңды шығарамыз да спицадан. Енді осылай перекрещение жасаймыз. Қайтадан мына спицадағы 3 оңды келесі спицаға кіргіземіз. Енді 3 оңымызды тоқимыз. 6 оңымызды тоқимыз. Сонда бізде перекрещение болды. Сіздерге егер де ыңғайсыз болса, онда спицаның көмегімен қолдансаңыздар болады. Яғни онда былай істейміз. Сіздер егер алғаш тоқып тұрған болсаңыздар, сіздерге былай алу қиын болса, онда мен сіздерге қазір тағы бір спицамен алуды көрсетейін. Так, міне 6 оңымыз. Басқа спицаны аламыз. Және 3 петляны спицаға өткізіп алайық. Спица арт жақта қалады. Және келесі 3 оңды тоқып аламыз. Және басқа спицада тұрған 3 петляны қайтадан өзіміздің спицаға өткізіп аламыз. И 3 оңды қайта тоқимыз. Міне, сонда 3 оңды 3-3-тен орын ауыстырып перекрещение жасадық. Келесі 15 теріс біз тоқимыз. 15 терістің 13 петлясы мына ромбтікі и 2 петля, 2-2-ден 2 жағында мына касаның 2 терісі. 15 теріс тоқимыз.
15 тоқыдым. 6 терісті тоқи беремін. 6 теріс. Бұл 6 терісті біз касаға перекрещение жасаймыз. Мына сияқты 10 өрілген шыққанша санаймыз. Міне. Мына сияқты 10 өрілген болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 өрілген болғанша тоқи береміз 6 петляны. Содан кейін дәл жәнегідей перекрещение жасап, каса жасаймыз. Дәл жәнегі мына ромбтың перекрещениясы жасаған сияқты тура солай 3-3-тен перекрещение жасаймыз 10 қатардан кейін. Одан кейін 20 мына сияқты өрілген болғаннан кейін тағы да перекрещение жасаймыз. Ары қарай 20-20-дан жасаймыз. 20 өрілген перекрещение, 20 өрілген перекрещение жасаймыз. Так, ары қарай терісіміз. Теріс. 3 оң. 2 теріс соңғы. Енді кардиганымыздың теріс беті. Кардиганымыздың теріс бетінде петлялар қалай қарап тұр, солай тоқып шығамыз. Оң болса оң, теріс болса теріс. Кардиганымның оң бетіне келдім. Бірінші кромочный тоқыма іліп аламыз. 12 теріс тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 теріс. Енді мына жердегі 3 оңды, міне 1 теріс қалады. 1 терістен кейін 3 оңды спицаға алып аламыз. Мына 1 терісті спицадан ақырын шығарамыз да, ұстап тұрамыз. И 1 терісті қайтадан спицамызға кіргіземіз. И 3 оңды келесі спицаға қайтадан өткізіп аламыз. Ромбтың, яғни ромбты екі жаққа қарай 3-3-тен ашылады да, ортасы тоқылады. Ортасы рисовый узор дейді. Яғни оңды теріс, терісті оңып тоқып отырамыз үнемі. Ромбтың ішіндегі петляларды. 3 оңды тоқып аламыз. 3 оңды тоқып аламыз. Келесі жәнегі терісімізді бірінші теріс тоқып аламыз. Міне, енді 3 оң тұр. 3 оңнан кейін спицаны жұмыстың арт жағынан өткізіп, мына 3 оңнан кейінгі терісті іліп аламыз. И жайлап мына 3 терісті, 3 оң петляны спицадан шығарамыз. Ақырын қарап отырасыздар, петля тарқа кетпес үшін. И қайтадан үшеуді спицаға кіргіземіз. И 1 петляны қайтадан спицаға өткіземіз. Жәнеректе 1 теріс тоқығамыз. Яғни келесі оң тоқимыз. Ромбтың іші тоқып жатырмыз. И 3 оңымызды тоқимыз. 3 оң. Оң. Так, ары қарай теріс петляларымыз тоқи береміз.
Енді 6 оңымызды тоқимыз. 6 оң. Енді біз мына жерде 3, 6, 9, 10, 14 теріс тоқимыз. 14 теріс. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бір терісіміз қалды. Яғни жәнегідей тура 3 оңды спицаға өткізіп аламыз. Бір петляны жайлап ұстап тұрып, қайтадан спицаға кіргіземіз. И 3 оңымызды келесі спицаға кіргізіп, 3 оңымызды тоқып аламыз. Және орын ауыстырған бір петляны теріс тоқимыз. Және соңғы 2 петля теріс. Бұл үнемі 2 петля теріс тоқылып отырады. Енді айландырамыз жұмысымызды. Бұл уже кардиганымыздың теріс беті. Бірінші петляны тоқымай іліп аламыз. Екінші петля оң. Енді қараймыз. Мына уже міне ромбтың ішін тоқып келеміз, Жәнегі орын ауыстырған бір петлямыз бұл жерде оң болып көрініп тұр. Яғни бұны біз рисовый узор дейді. Оңды теріс тоқимыз. Орын ауысып тұрады осылай. Теріс тоқимыз. 3 оңымыз, яғни теріс бетінде 3 теріс болып тұр. 3 терісімізді 3 теріс қып тоқимыз. Ары қарай петлялар қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Ромбтың ішіндегі петлялар ғана ауысады. Егер оң болып тұрса, теріс болады. Теріс болып тұрса, оң болады. Ромбқа дейін келейік қазір. Ромбқа дейінгі петлялар бізге қалай қарап тұр, солай тоқи береміз. Теріс болып тұрса теріс, оң болып тұрса оң болады. Міне ромбқа келдік. Ромбтың екі шетіндегі оң петлямыз кардиганның теріс жағында, ол бізге теріс петля болып көрінеді. Яғни ол 3 терісімізді тоқып аламыз ромбтың. Енді ромбтың іші, яғни егерде петля теріс болып тұрса, оны оң қылып аламыз. Егер петля оң қарап тұрса, оны теріс тоқимыз. Енді 3 терісіміз. Ромбтың шетіндегі 3 теріс. Ары қарай петля қалай қарап тұр, солай тоқып кетеміз. Тағы бір қатар жүріп көрсетейін. Егер ұғынықсыз болып жатса, менің жекеме шығып, сұрақтарыңыз болса, ұялмай қоя беріңіздер. Так, кардиганымыздың оң жақ бетіне келдік. Бірінші петля іліп аламыз тоқымай. Енді мына ромбқа дейін біз 3, 6, 9, 10, 11. 11 теріс тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 теріс тоқыдық. 1 теріс қалды. 1 терісті ромбтың ішіне кіргіземіз. Яғни 3 оң петлямызды спицаға іліп аламыз. И 1 теріс петляны шығарып, орын перекрещение жасап, ішке кіргіземіз. Ромбтың ішіне кіргіземіз. Ромбтың сыртындағы 3 оң петляны бірінші тоқып аламыз. 3 оң тоқып аламыз. Енді қараймыз. Міне бірінші
кірген петлямыз ромбтың ішіне, и екінші петлямыз бізде оң болып тұр. Яғни оны біз қазір теріс тоқуымыз керек. И алдындағы петля, значит, оң болып тоқылу керек. Кірген, ромбтың ішіне кірген петлямыз оң болады. Оң қарап тұрған петляны біз теріс тоқимыз. Келесі теріс қарап тұрған петляны оң тоқимыз. Ромбтың іші бұл. И тағы да бір мына жақтан тағы бір теріс петляны ромбтың ішіне кіргіземіз. 3 оң петляны перекрещение жасаймыз бір петлямен. Енді қараймыз. Біздің оң петлямен ромбтың іші аяқталып тұр. Яғни келесі теріс болады. Теріс. Енді 3 оңымыз тоқимыз. 3 оң. Енді ары қарай мына ромбқа дейін терісті теріс, оңды оң, терісті теріс тоқи береміз. Міне шеткі ромбқа дейін бір теріс қалды. Бір терісті 3 оңмен перекрещение жасаймыз. Яғни 3 оңды спицаға өткізіп аламыз. Терісті орын ауыстырамыз. Терісті ромбтың ішіне кіргіземіз. Спицаға қайта өткізіп 3 оңымызды тоқып аламыз. 3 оң. Енді қараймыз. Ромбтың ішіндегі алдыңғы петля оң болып тұр. Яғни ол теріс тоқылады. Алдыңғы петляны оң тоқимыз. Оң. Келесі оң петля болып қарап тұрғанды біз теріс тоқимыз. Және соңғы 2 теріс петлямыз. Ол теріс, үнемі теріс тоқылады. Жұмысымызды айландырамыз. Кардиганымыздың теріс беті. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. Оң петля. Енді мынау ромбтың іші. Яғни бұл жерде бұл біріншісі теріс болып тұр. Яғни оны біріншісі оң болып тұр дегенді. Оны теріс тоқимыз. Теріс болып тұрған петляны оң тоқимыз. Және 3 терісіміз. Ол оң жақта 3 оң болып көрінеді. Ары қарай петлялар қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Ромбтың ішін ғана ауыстырамыз. Енді кардиганымыздың оң жағында ғана мына шеткі теріс петляларды ромбтың ішіне кіргізіп отырамыз. Сонда ромбымыз бүйтіп екі жаққа ашылады. Бұл мына жерде соңғы 2 петля қалғанша осылай ашыла береді екі жаққа қарай. Екі жақтағы теріс петля ішіне қарай кіре береді. Ішіндегі ромбтың ішіндегі петляларды ауыстыруды ұмытпаңыздар. Оң болып тұрса теріс болады, теріс болып тұрса оң болады. Мына 2 петля қалғанша тоқыңыздар. Ары қарай қалай кішірейтіп жабамыз, сол жерін көрсетемін. Мына шетіндегі жарты ромбты да ұмытпаңыздар. Ол екі жақ шетінен емес, бір жақ шетінен ғана бір петлядан ішке қарай кіріп отырады. Міне менде
мына жерде 2 петля қалды, екі жағында 2 петлядан қалды. Енді ромбты терісінше қайтадан былай қарай жабамыз. Бірінші кромочная тоқыма іліп аламыз. Енді 3 оң, ромбтың 3 оң петлясы. Ромбтың ішіндегі 1 петляны аламыз. Ромбтың сыртына шығарамыз, 3 петляның сыртына шығарамыз. Және сыртқа шыққан петляны теріс тоқимыз. Теріс 3 оң петлямыз. Ары қарай ромбтың ішін терісті оң тоқимыз, оңды теріс тоқимыз. Екі жағынан бір петлядан ромбтың сыртына шығарып, соңғы мына осы 6 петля қалғанша тоқимыз. Міне ромбтың сыртындағы 3 оң петлямыз және 1 петляны сыртқа шығарамыз. Үш оң петля. Және сыртқа шыққан 1 петлямызды теріс тоқимыз. Дәл солай мына ромбты да дәл осылай жасаймыз. Енді 6 оң қалғанша кішірейіп болғаннан кейін тура мына басында қалай бір-бірін айқастырып перекрещение жасадық, солай сияқты дәл мына жерге де солай жасаймыз. Осындай ромбтан біз дәл осылай біз міне толық бір ромбик, екінші ромбик және мына ромбиктің кішірейтін жеріне дейін тоқимыз, Былай қарай ашамыз да тура осы жерге дейін тоқимыз. И мына жерде уже кардиганның алды болады. Ол кезде кішірейтеміз. Енді пока сіздер осы мына 1-2 ромб тоқып алып, үшінші ромбтың толық ашылған жеріне дейін тоқыңыздар. Мына жерде 2 петля қалғанша тоқисыздар. Ары қарай мына жерде қалай кішірейтеді, соны көрсетемін. Бір жақ полочкамның мойынның ойынысына дейін келдім. Яғни ромбиктің үлкейген жеріне дейін келіп біттім. Мына жерде бізде 2 петлядан қалды. Енді біз мойын ойынысын жасаймыз. Яғни мен бұл жерде бірінші 5 петля қысқарттым, одан кейін 4 петля қысқарттым, одан кейін 3 петля қысқарттым, 1 петлядан қысқарттым. Оны қалай қысқартамыз? Ол үшін бірінші петляны тоқымай іліп аламыз. Екінші петляны тоқып, бір-біріне кигіземіз. 1 петля қысқарттым, тоқып аламыз. 2 петля, 3 петля қысқарттым, 4, 5 петляны қысқарттым. Енді ары қарай аяғына дейін тоқып кетеміз. Аяғына дейін тоқимыз да қайтадан қайтамыз. Қайтадан мына жерден 4 петля, тура жәнегідей тағы да 4 петля тоқимыз. Қайта аяғына дейін тоқимыз да қайта қайтамыз. Келесі жолы 3 петля, одан кейін 2 петля, одан кейін
бірден 2 рет қысқартамыз. Сонда бізде мына сияқты мойын ойынсыз шығады. Одан кейін ары қарай қысқартылып болғаннан кейін ары қарай жоғары қарай тоқып кетеміз. Мен мына жерде ромбиктің ішінде 6 петля қалғанша тоқыдым. Осы жерден тоқтаттым. Екінші полочкасында дәл осы полочка сияқты тек зеркальном виде тоқисыздар.